Қайырлы күн, құрметті достар. Мен Арман Берқалиұлы, Арманда Груп компаниясының жетекшісі. Құрметті достар, Арманда Груп компаниясы өндіріске қатысты андай станоктарды алып келіп, оның ары қарай жұмыс жасауына біз көмек жасап отырамыз. Енді өздеріңіз көріп тұрғандағыдай, бізде алдында Мейрамгүл ханым осындай станокты заказ берді. Қазір өзінен сұрайық, қай уақытта берді, қалай берді. Мейрамгүл ханым, мына станок туралы бір өзіңіздің ойыңызды айтып кетсеңіз, қай уақытта заказ бердіңіз, қалай болып жатыр? Және де мысалы көп адамдар өзіңіз де бағана айтып жатсыз ғой, мысалы тәуекелге қалай бастау керек, және сіз бір қысқаша түсінікті қылып айтып кетсеңіз, қалай бастадыңыз және қалай істеп жатсыз? Негізі бұл идея өзіме бір бауырым берген еді. Ауылда жүн, бізде мал шаруашылығы кең-кеңінен тараған себепті өзіміз қазақтар көрпесіз отырмаймыз. Әртүрлі ескірген көрпелерді жаңарту процестері өте көп жүретін болғандықтан, мен өзім үлкен ауылға осындай бір жоба керектігін түсіндім. Және осы жобаны мен осы Арман мырзаның Инстаграмнан көріп қалған едім. Осындай бір станоктарды елдерге жеткізіп атқанын, соған көрмей сендім де, және осы мемлекеттен қайтарымсыз грантқа қатысып, осы жобамен қатысып, және Арман мырзаға сеніммен тапсырыс беріп, осыны Қытайдан алдыртып, күтіп, бір ай күтіп, соны өзім іске қостым. Негізі халық өте қуанып, мәз болып жатыр, өзіміздің үлкен ауылда осындай бір жобаның болғанына, осындай бір станоктың жұмыс істегеніне. Және жаңағы. Бірақ станок енді осы ауылда қазір бірақ станок, сізде? Осы бір станок өзі. Енді достар қараңыздаршы, енді кәсіп жасайын деп адамға, Мейрамгүл ханымға біз риза болғаным, өте жаңағы қандай нәрсе керек ауылға, сіздерде қарап отырсаңыздар, бағана да айтып жатсыз, мына жүн деген нәрсе ол шашылып жатқан нәрсе. Ол жүнді біз қазір енді біз өзіміз ақырындап осындай шамаңыз келетін көп завод ашудың қажет жоқ, өзіңіз шамаңыз келетін станоктарды алдырып, бұны тексеріп, енді қазір бұл алғаныңызға біз 2022-нің 11-ші айының аяғында алдыңыз, 2011 айдың аяғында алды. Қазір таңда сұраныс қалай болып жатыр бұған сұраныс? Өте жоғары. Өте жоғары. Қазір жаз айында тем более адамдар көбірек қырықтықтан кейін, мал қырыққаннан кейін тез көбірек келіп жатыр. Енді бұл мысалы қазір қараңыздар, Мейрамгүл ханым мемлекеттен грант алып отыр. Ешкімге бір тиын бермей-ақ өзі мемлекетке қатысып, 1 миллион қанша алдыңыз? 1 миллион 225 мың. Міне 1 миллион 225 мың алып, Арманда Груп компаниясына арқылы тікелей заводтан тауарларды осы станокта алдырып, енді соны қазір біз жарты жыл болып қалды. Жарты жылдың ішінде. Осы станок өзін ақтады ма осы уақытқа дейін? Әрине, ақтады да, және өзінің жұмыс жасау қабілетін көрсетіп жатыр халыққа. Енді қараңыздар, бір сұрақ, маңызды сұрақ. Мына жерде халыққа көп істегісі келетін қандай қиыншылықтар болады? Жалпы негізі сізде осы уақытқа дейін осы станокпен айналысқан кезде қандай қиыншылық болды? Бұл аса қиыншылықтар болған жоқ, тек станокты әкеліп орналастыру процесі кішкене уақыт алып қалды. Және бұл клиенттерден мәселе болған жоқ па? Мысалы, клиенттер сізді қалай іздеп келіп жатыр? Бұл ауыл үлкен ауыл болғанмен жарнама арқылы тарайды ғой, сарафанный радио арқылы. Дұрыс, яғни осында алып келіпті станокты деп, мысалы сондай. Бірінші көршілерім келді, сосын ауылда жалпы естіп, ауылға тарайды ғой, енді өзі ауыл болғаннан кейін ол тарап, бүкіл бәрі кейде қаладан да келіп жатыр. Қаладан да келіп жатыр, қаласынан да келіп жатыр, жаңағыдай. Біз қаладан таппаймыз деп. Бұл негізі Талдықорғанда бар бұл нәрсе. Талдықорғанда. Құрметті достар, қараңыздаршы, енді қалада да бір жерде бар шығар, бірақ ол жерде сізге келіп жатқаны, ол сізді көріп қалды. Жарнамадан, қай жерден бір жерден естіп қалды, мысалы, бұл өте өзекті кәсіптердің бірі. Тек қана бұндай кәсіп емес, осыған ұқсас ауылдық жағдайда қаншама кәсіптерді ұйымдастыруға болады, достар. Өздеріңіз білесіздер, сол себептен қараңыздар. Кез келген бизнестің басында кішкене қиыншылығы болады, алдырдыңыз, көрдіңіз, енді ауылға тарады деген барлықтарыңыз осылай жұмыс жасасаңыздар болады. Одан кейін қазір қандай жоспарларыңыз бар енді алдағы уақытқа? Енді алдағы уақытта бұны халық тек жүн түтіп қоймай, көрпені жасап беру қызметінде ұсынып жатыр. Жасап берсеңіз деп, енді көрпе көктеу станогын алдыртсам деймін осы Арман мырза арқылы. Бұл кісіге өткені сенгенім, көрмей сеніп, сенімді ақтай алғанына қатты қуандым.
Өте қуаныштымын. Сеніміңізді ары қарай ақтаймыз. Енді достар, қараңыздар, мысалы қазір бірінші жүн түтетін станок алды, кішісін алды. Бұның станоктың үлкендері де бар, бағар басаңыздар. Енді қосымша, енді стигальный дейді, енді көктеу станогы дейді. Себебі бір бизнес екінші бизнеске жауап отыратын жағдайлар бар. Енді сіз сол стигальныйды алып, неге оны? Себебі қазір қолмен көктеп жатырсыз, сіз қолмен көктеп жатыр. Енді ол уақыт. Көрдіңіздер ме, уақытты алып жатыр. Енді сол стигальныйды алып, ары қарай осы кәсібіңізді жасап, алдағы уақытта. Бұл жерде тек станокпен жұмыс жасап, халыққа қызмет көрсетеміз, жұмыс орындарында ашу. О, тамаша. Міне қараңыздар. Қазір жұмыссыздықты азаяды, әрине. Егер көрпе көктейтін станокты алдыртатын болса, мұнда жұмыс орындары көбейеді кәдімгідей. Тамаша, негізі мемлекеттің бізде мынау Қазақстандағы кәсіпкерлерді қолдап жатқан себебі осы Мейрамгүл ханым сияқты сіздерді өздеріңізде кәсіп ашып, және де қанша адамға, жұмыссыз адамға жұмыс бересіздер. Қараңыздаршы, кәсіпкерлердің, біз кәсіпкерлер санын көп болғанын қалаймыз. Себебі жұмыссыздықтар да азаяды. Арманда Груп компаниясы тікелей заводтан кез келген өздеріңізге қатысты станоктар болсын, өндіріске қатысты қондырғылар болсын, алып келіп, тексеріп, зерттеп береміз. Енді біздің көрерменімізге бір жігерлендіретін қандай бір айтатын сөзіңіз бар? Негізі кәсіп ашу үшін тәуекелден қорықпаңыздар. Мемлекет халыққа қаншама жағдайлар жасап жатыр. Тек сауатсыздықтың кесірлерінен, ізденбеудің кесірлерінен, және ол ешқандай өзінің тәуекелге бара алмағанның кесірінен қаншама адамның ішіндегі идеялар жарыққа шықпай жатыр, және кәсіп ашуға жасқаншақтық болып жатыр. Сол үшін егер қандай да бір кәсіп ашуға идея болса, қорықпай бастап, және осы қандай да бір станок алу керек болса, аппарат алу керек болса да, мен осы Арман мырзаны, Арманда Груп компаниясын ұсынар едім. Үлкен рахмет, тамаша, құрметті көрермендер. Міне сіздерге осылай сияқты алдағы уақытта да көптеген осы станокқа қатысты, және де біз осы станокпен қалай жұмыс жасау керек, басқа да қосымша құнды ақпараттарды беріп отырамыз. Назарларыңызға үлкен рахмет. Арманмен алға, сәттілік.